Тарихты өзгерткен қазақ қыздары. Қазақ тарихында білімімен де, ақылымен де, көрегендігімен және өнерімен де ерекше көзге түскен арулар көп. Ел кз ақпарат агенттігі тарихты өзгерткен, қиын қыстау заманда да жүйеге қарсы келіп, қайсар мінез көрсеткен қаракөз қыздарымыз туралы баяндамақ. Бопай. Әбілқайыр ханның әйелі Бопай ханшаның білімі де, ақылы мен мінезі де бөлек болған. Сондықтан да хан Бопайды бәйбішесі болған үшін ғана емес, саяси тұрғыда біліктілігі мен көрегендігі үшін де ерекше құрметтеген. Бопай ханымның ақылына қазақтың билері жиі жүгінген. Әсіресе оның кіші және орта жүзге ықпалы ерекше болған. Бопай ханымның ел алдындағы беделі туралы тарихшы Аркадий Левшин былай дейді. Бопай ханшаның өзіне ғана тиесілі мөрі болды. Ол әйелдерге құл ретінде қарауға үйренген қоғамда Бопайды ерекшелеп тұратын. Әбілқайыр хан қазақ старшиналарының алдында әйелмен бірге мәлімдеме жасауының өзі ханның жан-жарына деген құрметін аңғартып тұрғандай. Бір қызығы, ханша 5 жылдан кейін 60 жасқа таяған Әбілқайырға Зүлейха есімді қыз сыйлады. Алғашқы дәрігерлер Аққағаз Доспанова. Қазақ қыздары медицинада ерекше көзге түскен. Қазақ қыздары қандай дегенде, алдымен Аққағаз Доспанованың бет бейнесі көзге елестейтінін де сондықтан. Сөйте тұра, Досжанованың медицина саласындағы батылдығы әлі күнге дейін лайықты бағасын алған жоқ. Өкінішке қарай оның есімі көп жыл бойы тарихи естеліктердің көлеңкесінде қалып келді. Аққағаз Досжанова 1893 жылы Орынбор губерниясы, Торғай облысының Ақтөбе уезі Бөрлі болысының номер 5 ауылында дүниеге келген. Қазіргі оның ауылы Бүрте, Мәртөк ауданы деп аталады. Ата-анасынан ерте айырылған Аққағаз ағасы Сағындықтың үйінде тәрбиеленді. Аққағаздың тағдырына тікелей әсер еткен осы ағасы болды. Себебі көз ашық. Көкірегі ояу Сағындық қыздар білім алмауы керек деген түсінікке қарсы шығып, кішкентай Аққағазды мектепке берді. 1914 жылы ол Орынбор әйелдер гимназиясын үздік бітіріп, Мәскеудегі медициналық курстарға түсті. Аққағаз Досжанова Томск медицина университетінде оқып, Орталық Азия мемлекеттік университетінің медицина факультетінде тәжірибеден өткен. Аққағаз бірінші дүниежүзілік соғыста адамдардың өмірін сақтап қалуға үлес қосты. Университетті тәмамдаған соң, Аққағаз Ташкентте дәрігер ретінде жұмыс істеп, ол жақта жетім балаларды емдеді. Түркістан атты мақаласында ол өңірдегі инфекциялық аурулардың қаупі туралы жазған. Оңтүстік Астанада Аққағаз қалалық ауруханалардың бірінде жұмыс істеді. Тіпті ашаршылық жылдарында да аянып қалмай, талай адамның өміріне араша болды. Алайда демалыссыз жұмыс оның денсаулығына кері әсер етті. Өкінішке қарай Аққағаз Досжанова 1932 жылы 29 қаңтарда 39 жасында өмірден озды. Гүлсім Асфендиярова. Қазақтан шыққан тағы бір дәрігер қыз Гүлсім Асфендиярова. Ол мемлекет қайраткері Санжар Асфендияровтың әпкесі екенін білетін боларсыз. Ташкентте, кейін Санкт-Петербургтегі медицина институтын тәмамдаған Гүлсім дәрігерлікті де, ұстаздықты да қатар алып жүрді. Ол тарихта Азияда кесір тілігін алғаш сәтті жасаған акушер ретінде қалды. Алғашқы журналист. Назипа Құлжанованы көпшілік тұңғыш журналист ару ретінде біледі. Дегенмен, оның аудармашы, ғалым, тіпті әнші де болғанын ұмытпаған жөн. Ол Затаевичке қазақтың екі әніне әуен жаздырғанын тарих жақсы біледі. Тынымсыз еңбекпен қажырлы қайратының арқасында өзі өмір сүрген заманының қыздарын білімге шақырды. Назипа Құлжанова 1887 жылдың 27 шілдесінде Торғай қаласында туған. Ыбырай Алтынсарин негізін қалаған орыс мектебінде білім алған. Кейіннен әйелдерге арналған гимназияны үздікке аяқтады. Оның жүріп өткен жолына қарабақ, оның қайсарлығына, батылдығына тәнті боласың. Алдымен ұстаздарға көмектесіп жүріп, кейіннен өзі де сабақ бере бастады. Назипа кедей отбасынан шыққан. Ол заманда ол қыздың кіммен шаңырақ көтеретінін әке-шеше таңдайтын. Тиісінше Назипаның да болашақ күйеуін ата-анасы тауып, тіпті алдын ала қалың малын алып қойған екен. Махаббатсыз отбасын құрудан бас тартқан Назипа облыстың әскери губернаторының көмегімен қалың малды қайтарып берген.
Ал шынайы махаббатын ол 1902 жылы кездестірді. Мектепте мұғалім боп істейтін Нұрғали Құлжановпен шаңырақ көтеріп, 3 жылдан соң өзі сүйіп оқитын Абай Құнанбайұлын дүниеге әкелген Семей жеріне қоныс аударды. 1914 жылы ақынды еске алуға арналған кештер өткізіп, өзі де бірнеше өлеңін оқыды. Осы кезден бастап Назипа саяси салаға бет бұрып, мақала жаза бастады. Оның ең алғашқы еңбектері Қазақ, Айқап, Сарыарқа, Қызыл Қазақстан және Әйел теңді басылымдарында жарық көрген. Ол негізінен әйелдің отбасындағы, қоғамдағы рөлі тақырыптарын жиі қаузады. Тұңғыш ақын Сәкен Сейфуллин қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш ақын деп таныған Шолпан Иманбаева кедей отбасында дүниеге келсе де, оның білімге құштарлығы бала кезінен ерекше көрініп тұратын. Оның тағдыры Назипа Құлжановаға ұқсас. Айтпақшы, Шолпан Иманбаеваның еңбектерінің көпшілікке жетуіне де Назипа Құлжанованың үлесі зор. Жас өспірім шағында әкесі бай шалға сатып жіберген. Бірақ мұндай қорлыққа төзбеймін деген Шолпан, сол кездің дүлдүл ақыны, жазушы Сәкен Сейфуллинге хат жазып көмек сұрады. Сейфуллин жас қыздың өтінішін жерге қалдырмай, оның әрі қарай білім алуына қол ұшын созады. Себебі оның бойындағы талантын бірден байқады. Шолпан қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш ақын. Ол кедей таптың өкілі. Шолпан далада құлпырып өскен бәйшешек тәріздеді деп естелік қалдырған Сәкен Сейфуллин. Шолпан Иманбаева қазақ қыздарының маңдайына жазылған ауыртпалық жайлы жиі көтеріп, салт дәстүрдің кереғар тұстарына қарсы шыққан. Тұңғыш суретші Айша Халымбаева қазақ қыздарының арасынан шыққан тұңғыш суретші. Ұлттық сурет мектебінің негізін қалаушы. Абай өлеңдері фильмінің ескіздерін салғанда дәл осы Айша Халымбаева болатын. Тіпті оның өнеріне Мұхтар Әуезовтің өзі тәнті болған екен. Тұңғыш режиссер Ғайни Хайролла қызы. Саналы ғұмырын театр өнеріне арналған қара көздеріміздің бірі Ғайни Хайролла қызы. Ғайни Хайролла қызының есімі кей деректерде Ғайни Жамал деп те жазылған. 1914 жылы Атырау облысы Құрманғазы ауданында дүниеге келген. Ғайни Жамалдың өнерге жақын болуына әкесінің домбыраның құлағында ойнауы себеп болған тәрізді. Қызының Ресейдегі жоғарғы оқу орнында білім алуына да әкесі Хайролла тікелей ықпал етті. Алдымен Ленинград өнер техникумында оқып, Шығыс үйі атты ұйымда Ғайни Жамал да домбырада ойнап көзге түсті. 1938 жылы дипломдық жұмысын қорғайды. 47-49 жылдары Жамбыл облыстық қазақ драма театрының режиссері қызметін атқарды. Алғашқы педагог Оразбибі Махмудова 1902 жылы Семейде дүниеге келген. Қаладағы педагогикалық курсты тамамдап мұғалім атанды. Ол бұға дейін аттар аталған Назипа Құлжанова, Жұмабике Ибрагимова, Жәмила Кәрімова, Айтпану Көркембаева, Бәтіма Татубаева сықылды қазақтың қайсар қыздарымен бірге балаларды білімге шақырып, қарапайым халыққа сауат ашуды үйретті. Тұңғыш халық қаһарманы. Қазақ қыздарының арасынан Кеңес одағының батыр атағын тұңғыш алған Мәншүк Мәметова. Ол 1922 жылы Оралдың Орда ауданында дүниеге келген. Мәншүктің әкесі мен жақындары халық жауы атанып, атылып кеткен. Анасынан да ерте айырылған Мәншүк майданға өз еркімен аттанды. Ол кезде батыр қыз медициналық институтта білім алып жүрген болатын. Әскери комиссариатқа қайта-қайта өтініш жасап жүріп, соғысқа жіберуге 1 жыл дегенде әрең көндірді. 1942 жылы тамызда Алматыда құрылған 21-ші атқыштар дивизиясының құрамына енді. Кеңес одағының батыр атағын 1944 жылы алған. Тұңғыш ұшқыш қыз. Халық қаһарманы. Екінші дүниежүзілік соғыста қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш әйел атанған Хиуаз Доспанова 1922 жылдың 15 мамырында Атырау облысының Ганюшкин ауылында өмір есігін ашқан. Жастайынан ұшқыштардың өміріне қызығып, сол қызығушылығы оны жергілікті аэроклубқа жазылуға жетеледі. 1940 жылы бойжеткен запастағы ұшқыш куәлігін алып шықты. Сонан соң Хиуаз Жуковский атындағы әскери әуе академиясына құжат тапсырды. Бірақ білім ордасы оның қыз бала екенін алға тартып, қатарға қабылдаудан бас тартты. Сонан соң Мәскеудегі 1-ші мемлекеттік медициналық институтқа түсті. 1-ші курс соғында соғыс басталды. Хиуаз еш ойланбастан отанын қорғаймын деп шешті. Жазда метрополитеннің желілер құрылысында өткізді.
Кейіннен Марина Роскова басқарған әйелдер авиациялық бөліміне қабылданып, түнгі бомбалаушылар сапында алғашқы әйел ретінде майданға аттанды. Хювас кез келген тапсырманы бұлжытпай орындап, үздік ұшқыштардың бірі атанды. Оның есебінде 300-ден астам орындалған тапсырма бар. Соғыстан ол екінші топтағы мүгедек болып оралып, медициналық институттағы оқуын жалғастырмақ болған. Алайда оған өзінің туған өңірінде партияның инструкторы қызметі ұсынылды. Тұңғыш опера әншісі Күләш Байсейітова 1912 жылдың 12 қаңтарында Верный, қазіргі Алматы қаласында туған. Бірақ кейбір деректерде Сарыарқа даласының Ақтоғай ауданында дүние келгендігі жазылған. Ал Алматыға 12 жасында келіп, біраз уақыт интернетта өмір сүрген. Байсейітованың табиғи дарыны ерте жасынан байқалды. Ол әндермен қатар әкесі жасынан естіген жырларды жатқа айтқан. 1925-28 жылдары Алматы педагогикалық техникумда оқып, музыкалық байқауларға қатысқан. 1930 жылы бүгінде Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры деп аталатын театр студиясына оқуға түсті. Байсейітова 24 жасында КСРО халық әртісі атағын алған.